Тутулган күн тақиқа тевқиф ханесінде Қырымды тарафали сияси мобиус Эдем Бекиров бүгін 58 яшына толдырды. Ақмеждет тақиқа тевқиф ханесінде тутулган Бекировға мұқтаж олғанына бақмадан бір түрлі тибби ярдым ойледі көстерілмей. Боқта оның қызы Элеонора Бекирова айтып берді. Озуне ине біле озуыра екен. Шприц есе камераға азыралда кетірілі. Бұнда ыңғайры уфачық бір камерада ве санитариясыз бір шартларда тұтыла. Бүгін первасыз олмаған адамлар доған күніне бағышланған хайырлав варақалар яздылар. Ен яқын вақытта олар Қырымға йоланылacak. Из года в год для нас это большое событие. Ел-елдан біз үшін оның иле бері доған күнуны кечірмеге бұйық бір вақиадыр. Олған хасталықларына бақмадан бұйық бір ғалебедір. Оның аяты оғырындаки бізім күрешіміздің ғалебесі. Бүгінде есе ялыныз аяты içінде гілді, оның азатлығы içінде күрешіміз. Бір айедевамында тақиқа тевқиф ханесінде бұлынғанындан себеп, да бір ирінлі ярасы пейда оды. Яраларыны сарғынен озу байлай. Екім оны тек бір кере зәрет етті әмді тибби ярдым көстермек içінде гіл, садыжы лаф етмек için. Эдем Бекиров бірінші группаға көре сақат, аяғы тызындан ашағы табаке сапалынды. Шекерве да бір қач дегер ағыр хасталығы бар. Декабрінің 12-сінде Эдем Бекиров илхақ етілген Қырымға кірген вақтында қанунсыз суретті Русияның мақсыз қызметлері тарафындан тұтылды. Қырымға о 78 яшындаки анасыны ве ақырабаларыны зиярет етмек үшін yol тұтайды. О селя ве патлайжы моделерінің сақлап тұтқанында ве алып бергенінде қабатланыла. Январінің 10-ында мәхкеме истинав шикетіні рет етті ве Бекировны февральның 11-не қадар тақиқа тевқиф ханесінде қалдырды.